Талхиз ба, қара қыз ба? Көшпенділер ойындар алдында бәйге жанкерлері өз жорамалдарын айтып тақымқысып отыр. Бірі күзге салым өтетін дүбірлі додада қырғыздың жүйрігі аламанның алды болады десе, екіншісі Талхиз ел үмітін ақтайды дейді. Әлем көз тіккен байрақты бәсекеде ұшқыр бәйгінің 3, ал дәстүрлі бәйгінің 4 түрі бар. Сөйтіп, аламанға дайындық қалай? Тілшіміз Әлшер Әлиден білейік. Дәстүрлі бәйгеден көшпенділер ойындарында ел намысын қырғат қорғайды. Қазір іріктеу бәйгелерінің нәтижесінде тек 24 тұлпар тізімделді. Ал қалған жүйріктер осыған дейінгі шапқан көрсеткіштері арқылы анықталады. Маңғыстаулық атсейіс Әлеке Досқуатұлының баптауындағы ғасыр дүбірлі додаға жолдама алғандардың бірі. Ол Павлодарда өткен іріктеуде алдына қара салмай топ бәйгенің жеңімпазы атанды. Енді бапкер осы нәтижені байрақты бәсекеде қайталауға ден қойып отыр. Құнан бәйгеде 5 орын алдық. Топ бәйгеде міне Парақат бауырымызға аты ғасыр бірінші келіп жатыр. Қуаныштымыз. Әрине, ол үлкен жауапкершілік. Парақат ініміз осы ғасырмен түні Шымкент қаласында көктемде 2 орын алған. Бүгін міне Бағыржан 1 орын алып тұр. Әрине, көшпенділер ұтуға бар жігеріміз, күш жігеріміз салып, бүткіл елдің атынан қосуға дайынбыз, қазақ елінің атынан. Айтулы бәсекеде құнан 11, топ 18, аламан бәйге 25 шақырымға созылады. Ал жорғалар 9 шақырымға жарысады. Қазір қазақ атбегілері ғана емес, көрші елдер де дәстүрлі бәйгеге тыңғылықты дайындалып жатыр. Айта кетейік, шетелдік командалар бәйгенің әр түріне тек 3 тұлпардан қосалады. Әзірше біздің федерацияға 10 шақты шетелдік федерациялар өтініш беріп жатыр. Оның ішінде Моңғол республикасы, мына біздің қырғыз бауырларымыз, өзбек бауырларымыз, тәжік бауырларымыз, Әзербайжан бауырларымыз, жаңағы Ресей федерациясы қатысайықшы деп өтініш білдіріп жатыр. Мұхит асқан елдердің Астанаға аталып келе алмайтыны анық. Алайда аламанға ат қосам десе, әр қазақтың қорасындағы жараулатты жалғалуына болады. Тек өз елінің баласын мінгізу керек. Дегенмен жүйріктерінің кекілін түйіп елордаға елеңдеп отырғандар да бар. Солардың бірі көршілес қырғыздар. Олар дүбірлі додаға аты шулы қара қызды баптап отыр. Негізгі бәсеке осы қазақ пен қырғыз арасында болады. Енді Қырғызстаннан Береке деген жүйрік келе жатыр деп естідік. Көк тұлпар былтырдан бері бәйге алаңында өте жақсы шауып жүр. Екіншісі қара қыз. Қара қыз енді қазақ қырғызға мәлім тұлпар. Қара қыз екінші болып қара қыз бір рет екінші болған. Талхиздан қалып қойған құнанында. Ақшиде қателеспесем. Одан кейін қара қыз екінші орын болып көрмеді. Қазақ ішінде қара қызды білмейтін атбегі кем. Соңғы жылдары 9 рет бәйге шауып, 8-інде алдына ат салдырмаған. Тек біздің Талхиз ғана қырғыз тұлпарын қапы қалдырды. Жергілікті жүйрік биылғы маусымда әлі бәйге көрмеді. Тек былтырғы жетістіктері үшін жолдамаға ие болды. Алайда баптаулы тұрған Талхиз биылғы бірінші бәйгесінде қара қызды екінші рет шаң қаптырады деген үміттеміз. Әлшер Әли, Өрден Жарқын, 24 KZ.